Мен Turdiali Qasımбек, Қазақстан Республикасының азаматымын. Құрметті елбасы және құзырлы органдарға тілейтінім Серікжан Біләшұлының қамаудан босатып, мұндай сияқты адамдарымызды елімізге елеулі, халқымызға қалаулы, осындай азаматтардың еш кінәсі жоқ, соны босатып беруіңізді өтінемін. Халида Ахатқан қызымын. 54 жылыныңке өзім қазақ азаматымын. Менің Қытайда 3 ұл, 3 келінім. 10 тек немеренің ұстызды білмеймін. 2018 жылы екіншінің 18 алып бір кеткен. Содан бейқартай балаларымнан ешқандай хабар-ошар жоқ. 3 келін, 3 ұлым. 10 тек немеренің қайда қалғаны білмеймін. Жолдасым ауырып 8 жатып қайтыс болып кетті. Жолдасымнан шығалмадым. Құдай қосқан қосағымдан. Қосағым қайтыс болғаннан кейін мен енді өлін қойып тын іздейін деп іздеп, осы Атамекен деген жер бар деген Серікжан іздеп тауып алдым. Серікжан жол көрсетіп, мен оқымағанмын, хат танымаймын, надамын. Мен үйден ешқайда шықпағанмын. Серікжанды тапқаннан кейін Серікжан мен көзімді ашып жол көрсетіп, ішкі министрлікке әр жаққа жазып жол көрсетіп, соны тарап жүрдім. Бүтін журналистер келген. Соларға мені бүтін ақпарат шығарып, үйқішілік барып, журналисіне апарып, ақпарат шығарып, бәрі балаларымға іздеу салып жатқанда Серікжан ұстап алып кетті. Мен қайда барып, қайда тұратынымды білмеймін, ешқайда танымаймын. Мен жалғыз үйде жалғыз басына болып қалдым. Балаларым сол жақта. Мен Серікжан арандаушы емес, Серікжан қазақтың іштен шыққан батыр жігіт деп ойлаймын. Серікжан жоғымыздан жоғын жоқта, барымыздан барын іздеп, бәріне қол қанат қосып, бәрімізді жылағымызды, күлгенімізді өтіп, жылағымызды өтіп әйтеуір. О Серікжанның арқасында бармаған жерін танып, жаңадан көз ашқанымыз Серікжан ұстап алып. Ішкі министрліктен президент Нұрсұлтан Әбішұлыдан шетке ақпарат неменеден әрбір ұлттардың Серікжанны, ішкі министрліктен Серікжанны бостандық шығып Атамекенге өз жұмысына оралуына сұраймын. Енді біз қайда барамыз? Серікжан жеткізмесе өз ақпараттарымызды кім жеткізеді? Серікжан қуанымызды бөліп тұрған балаты. Серікжан тездетіп орнаты. Өз орнына немене қылып атар жұртқа келіп, өз жұмысын істеп біздіңке, әр қайсымыздыңке әрзіл қабыл етені үміт етемін. Ассаламалейкум қазақ елі. Мен Жапар Жамалиұлы Қазақстан Республикасының азаматымын. Аса мәртебелі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан, Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінен, Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінен және Қазақстан Республикасының барлық құқық органдарынан, сонымен бірлікте Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының кішілік құқықты қорғау ұйымдарынан, Евроодақтың кішілік құқықты қорғау ұйымдарынан сіздерден Серікжан Біләшұлын босатуларыңызды, бостандыққа шығаруларыңызды талап етемін. Себебі Серікжан Біләшұлы қазақ халқының адал ұлы. Қазақ халқы үшін өзінің бойындағы бар білімін аямай, Қазақстан Республикасы үшін өзінің бойындағы барлық қабілетін арнап келеді. Серікжан Біләшұлы ешқандай уақытта арандатушы емес. Ол халықаралық деңгейдегі адам құқығын қорғау, кісілік құқықты қорғау жолында аянбай тер төгіп келе жатыр. Серікжан Біләшұлы Қазақстан Республикасын сүйеді, қазақ халқын сүйеді. Сондықтан мен өз басым міне фотода ұстап отырған менің әйелім Әсия Ахметнұр қызы және қызым Айжан Жапар 2017 жылы
Қытай Халық Республикасына визасын ұзарту себебімен барған. Барғаннан кейін 2017 жылы 8 айдың 12 айдың 8 күні ешқандай себепсіз сол жерлік орындағы Тарбат аймағы Чаушек қаласындағы Қытай полициялары әйелімді ешқандай себепсіз Қытай түрмесіне концлагер деп аталатын жабық түрдегі лагерге түрмеге қамаған. Содан 2018 жылы 11 айдың 25 күні түрмеден босап шықты. Қазірге дейін ешқандай хабар жоқ. Ал біз енді осындай қысылған, қиналған кезде бізге Серікжан Біләшұлы көмек қолын созды. Қалай арыз жазуды Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа, Нұр Отанға және Қазақстан сыртқы істер министрі сияқты органдарға қолға ақ қағаз алып, қалам алып, арыз жазуды заңды түрде осылай арыз жазуды үйретті. Осылай Қытайда қиналып атқан, азап шегіп атқан Қытайдың сондай аянышты Жаныштауындағы біздің қандастарымыздың аянышты тағдыры ол шындық. Оны ешқандай уақытта жасырып қалуға болмайды. Ол бүтін әлемге аян. Шынында біздің қандастарымыз Қытайда өте қиын жағдайда, қиын қалде, түрмеде, аянышты қалде отыр. Сондықтан осы жағында біздің Серікжан Біләшұлы аянбай тер төгіп халықтың, адамның кісілік құқығын қорғады. Сол үшін менің қайталай өтінерім Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан және Қазақстанның ішкі істер министрінен, сыртқы істер министрінен, басқа да барлық құқық қорғау органдарынан Серікжан Біләшұлын тез арада босатуын, отбасына, семьясына жіберуін талап етемін.